Елімізде инвесторларға жасалатын жағдай күннен күнге дамып келеді. Мемлекет әсіресе кәсібін енді ашам деушілерге сауатты кеңес берумен қатар қағаз жүзіндегі кедергілерді барынша азайтуда. Осыған орай жыл басынан бері инвесторларға қызмет көрсететін 19 бөлім ашылған. Халыққа қызмет көрсету орталығы ішінен жұмылдырылған бір терезе орталығының жұмысымен бүгін Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев те танысты. Бір мезетте 350-ге жуық мемлекеттік қызмет түрін көрсететін орталық жұмысы әуелі қағазбастылық пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алады дейді ведомство басшысы. Енді отандық және шетелдік кәсіпкерлер барлық рұқсаттама мен лицензияларға бір жерден қол жеткізеді. Бұл өте жақсы мүмкіндік. Әсіресе Қазақстандағы ресми бюрократияның дәліздерін білмейтін, оның қиындықтарын меңгермеген, жолын ашып бере алмайтын шетелдік инвесторларға қазір бір жерге келіп 300-ден астам қызметті бір орыннан алу мүмкіндігі туып отыр.